Баршаңызға сәлем. Бүгін Түркияның ұлттық тағамдарынан біреуі эзогелин сорпасы жасаймыз. Бұл сорпаның хикаясын видеоның описаниясына қысқаша жазып қойдым. Алдымен ыдысқа 1 стакан қызыл жасымық, 2 үлкен қасық булгур, 2 қасық күрішті салып, жақсылап жуып, дайындап қоямыз. Үш қасық зәйтүн май және 1 қасық сары майды салып ерітеміз. Bir piyaz және 1 sarımsaқты салып, сарғайғанша қуырамыз. 1 қасық томат және де қолдан жасалған томат та бар еді, одан да 1 қасық салдым. Bir минуттай қуырып аламыз. Одан кейін тұз, тәтті қызыл бұрыш, ащы қызыл бұрыш және де 2 қасық жалбыз салып араластырамыз. Барлығын салып араластырғаннан кейін қайнап тұрған ыстық су құйып 45-50 минуттай пісіреміз. Толық піскеннен кейін блендермен көп емес, 5-6 секунд қана еземіз, көп езбейміз. Жарты лимонның суын қосып араластырамыз. Міне дайын болды. Ас болсын. Kanalıma тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.